Бүгін Digital Казахстан жаңа замандағы білім беру тақырыбы бойынша педагогтердің облыстық тамыз кеңесінің жыл сайынғы секциялық отырыстары өтуде. Қазіргі Қазақстанның алдында әлемінің дамыған 30 елінің қатарына кіру міндетті түрлі салаларда. Оның ішінде білім беруде әлемдік стандарттарға сай болу маңызды. Облыстық 68-ден астам педагогі өз жұмысында білім беру процесінің тиімділігі мен сапасына қол жеткізу үшін жаңа мүмкіндіктер мен құралдарды қосатын жасанды интеллекті пайдаланады. Барлығы 10 секция жұмысына облыстың 280-нен астам педагогі қатысып отыр. 65 спикер оқытушылары өз тәжірибелерімен бөліседі. Современный урок сегодня нельзя представить без использования каких-либо интерактивных приемов. Это презентации, видеоролики, различные цифровые площадки. Благодаря сегодняшнему семинару мой багаж знаний очень сильно пополнился, который я обязательно буду применять на своих уроках. Биылғы педагогикалық кеңес цифрлық Қазақстан, Digital Казахстан, жаңа заманда білім беру тақырыбында осы Петропавл қаласында педагогтардың секциясына келген болатын. Биылғы жылы Алматы кітап баспасы 4 жыл бұрын 2020 жылы Топ-IQ отандық өнім электрондық платформасын әзірлеген болатын. Бүгінгі таңда көптеген аймақтағы педагогтар осы оқушылармен, студенттермен Топ-IQ KZ электрондық оқулықтарын пайдаланып жүр оқу барысында. Топ-IQ KZ мұғалімдерге, ұстаздарға жасалған, ішінде аудио, видеосы бар, 200-ден астам оқулықпен көркем әдебиет бар, 1,5 миллион интерактивтік тапсырмалар бар, 500-ден астам видео, аудиосы бар Топ-IQ KZ деген электрондық оқулықтар. Сегодня прошла очень конструктивная и интересная встреча коллег, педагогов, директоров школ на тему цифровая школа и дальнейшее развитие цифровой грамотности наших учителей и наших учеников. Мы обсудили очень актуальные проблемы использования искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе, поделились опытом использования доступных нейросетей для образовательных процессов, для того, чтобы прежде всего улучшить качество образовательного процесса, увеличить глубину образовательного процесса, сделать образовательный процесс интересным, увлекательным и вместе с тем познавательным, что позволит, конечно же, нам улучшить качество образования. Тамыз кеңесі барысында бүкіл солтүстік Қазақстаннан білікті ұстаздар жиналып, өзінің білімдерін алмасқан болатын. Мен өзімнің бірінші оқу жұмыс жылымда өзімнің жинаған тәжірибемді мұғалімдермен алмастырып, өзімнің тақырыбымда көрсеткен болатын. Менің тақырыбым жасанды интеллекті сабақ барысында қолдану болатын. Мен педагогтерге өзімнің тақырыбымды толықтай жеткізіп, оларға түсіндірген боламын деп ойлаймын.